Армысыз қадірменді YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық арнасы. Бүгін біз ерекше маңызы бар сұрақтардың жауабын іздеп көреміз. Адамның тізесіндегі сұйықтық не үшін таусылып қалады? Ол таусылмас үшін не істеу керек? Тізедегі сұйықтық ол синовиалды сұйықтық. Буындардың қалыпты жұмыс істеуі үшін өте маңызды. Ол шеміршекті қорғайды, күйзелісті азайтады және буындарға қоректік заттар жеткізеді. Бұл сұйықтықтың азаюының бірнеше негізгі себептері бар. Оның біріншісі жастың ұлғаюы. Жас келген сайын синовиалды сұйықтықтың өндірісі азая бастайды. Екіншісі көп физикалық жүктеме, яғни шамадан тыс спорт немесе ауыр жұмыс түрі буын сұйықтығының тез жұмсалуына әкеледі. Үшіншісі артық салмақ. Денедегі артық салмақ тізеге қосымша күш түсіріп, буындардың ерте тозуына себеп болады. Және төртіншісі дұрыс тамақтанбау. Буындарға қажетті дәрумендер мен минералдардың, оның ішінде омега-3, гиалурон қышқылы, коллагеннің жетіспеушілігі. Сондай-ақ судың аз болуы. Сусыздану ағзада егер су аз болса, синовиалды сұйықтықта азайып кетеді. Және қабыну аурулары, ол артрит, артроз сияқты аурулар. Және сұйықтық құрамының өзгеруіне себеп болатын аурулардың түрлері. Сондай-ақ жарақаттар, тізенің жарақаты немесе операциядан кейінгі сұйықтықтың азайып кету. Синовиалды сұйықтықтың негізгі қызметтері. Біріншісі майлау. Буындардың қозғалысы кезінде үйкелісті азайтып, олардың бір-біріне қажалып кетуіне жол бермейді. Екіншісі қоректендіру. Шеміршек тінін қажетті қоректік заттармен қамтамасыз етеді. Себебі буындардың өзінде қан тамырлары болмайды. Үшіншісі соққыны сіңіру, яғни соққыны жеңілдету. Жүру, жүгіру немесе секіру кезінде жүктемені жеңілдетіп, буындарды зақымданудан қорғайды. Төртіншісі қабынудан қорғау. Синовиалды сұйықтықтың құрамындағы гиалурон қышқылы мен арнайы ақуыздар буын ішіндегі қабыну процестерін азайтады. Синовиалды сұйықтықтың құрамы негізгі бөлігі 80% судан тұрады. Сондай-ақ оның құрамында гиалурон қышқылы сұйықтықтың тұтқырлығын қамтамасыз етіп, майлау қызметін атқарады. Протеогликандар мен ақуыздар шеміршекке қорек беріп, оның құрылымын сақтауға көмектеседі. Сонымен қатар лейкоциттер инфекцияларға қарсы қорғаныс қызметін атқарады. Егер синовиалды сұйықтық жеткіліксіз болса, немесе оның сапасы нашарласа, буындар қатайып, ауырсыну, ісіну және қозғалыс шектелуі пайда болуы мүмкін. Бұл көбіне артроз, артрит сияқты аурулармен немесе жарақаттармен тікелей байланысты. Артрит пен артроз тізе сұйықтығының азаюына тікелей байланысты аурулардың бірі. Бірақ әртүрлі факторлар әсер етуі мүмкін. Бұл екі аурудың табиғаты әртүрлі, сондықтан олардың синовиалды сұйықтыққа әсері де өзгеше. Біріншісі артроз немесе остеоартроз тізе сұйықтығына былайынша әсер етеді. Артроз бұл дегенеративті ауру, яғни буынның шеміршегі біртіндеп жұқарып, бұзыла бастайды. Бұл жағдайда синовиалды сұйықтықтың көлемі азаяды, немесе оның құрамы өзгеріп, қажетті майлау қызметін толық атқара алмай қалады. Ал гиалурон қышқылының деңгейі төмендеп, бұл сұйықтықтың тұтқырлығын нашарлатады. Нәтижесінде буындардағы үйкеліс күшейіп, ауыру, сықырлау және қозғалыстың шектелуі пайда болады. Бұл айтып тұрғанымыз артроз жайында. Ал енді артрит тізе сұйықтығымен қалай байланысты? Артрит бұл қабыну ауруы. Ол көбінесе инфекциялар, иммундық жүйенің бұзылуы немесе жарақат салдарынан дамиды. Бұл кезде тізе буынның ішіндегі сұйықтықтың мөлшері азаймайды, керісінше тым көбейіп, ісіну мен ауырсынуды тудырады. Сұйықтықтың құрамы өзгереді, онда қабынуға байланысты ферменттер мен иммундық жасушалар көбейіп кетеді. Егер артрит
созылмалы түрге өтсе, уақыт өте келе сұйықтықтың сапасы нашарлап, буын зақымдана бастайды. Қорыта айтқанда, артрозда сұйықтық азаюы мүмкін, бұл шеміршектің тозуына әкеледі. Ал артритта сұйықтық көбейеді, бірақ оның құрамы өзгеріп, қабынуды күшейтеді. Осы екі жағдайда да тізе сұйықтығын қорғау және қалыпқа келтіру үшін бізге гиалурон қышқылы, глюкозамин, хондроитин, дұрыс тамақтану және физиотерапия аса маңызды. Егер тізеде ісіну, ауырсыну және қозғалыс шектелуі байқалса, уақыт өткізбей міндетті түрде дәрігерге қаралған жөн. Өз кезегінде глюкозамин мен хондроитин қандай тағамдарда көп? Глюкозамин мен хондроитин бұл буындардың саулығы үшін маңызды қосылыстар. Олардың кірпіштері. Олар шеміршек тінін қалпына келтіруге, қабынуды азайтуға және синовиалды сұйықтықтың сапасын жақсартуға көмектеседі. Глюкозамин көп тараған тағамдар бұл бірінші сүйек және сорпасы. Ұзақ қайнатылған сорпада глюкозамин мен коллаген көп болады. Екінші шеміршек пен сүйек тіндері бұл тауық, сиыр немесе балықтың сіңірлері. Сондай-ақ аш-шаян, краб, лобстер сияқты теңіз өнімдерінің қабықтарында табиғи глюкозамин бар. Табиғаттың бізге дайындап қойған тағамдары. Үшіншісі тауық еті, әсіресе тауықтың терісі мен сіңірлі бөліктері. Бесіншісі желатин және оған негізделген тағамдар, оның ішінде холодец, мармелад, табиғи жеміс желелері бар. Хондроитин көп кездесетін тағамдар бұл сиыр мен тауықтың шеміршектері, балықтың басы, терісі, сүйегі, әсіресе лосось, тунец, скумбрия сияқты. Қызыл балықтың шеміршегі, мысалға лосось немесе форельдің қанаттары мен құйрығы, және желатинді тағамдар, холодец, сондай-ақ теңіз өнімдері, аш-шаян, мидия, кальмар сияқты өнімдерде хондроитин өте көп кездеседі. Буындарды нығайту үшін бізге ең маңызды жеу керек нәрсе бұл омега-3 май қышқылдары. Ол балық майында, зығыр майы және жаңғақта өте көп кездеседі. Сондай-ақ с дәрумені, цитрус, болгар бұрышы, қарақатта коллагеннің жақсы сіңуіне әкеп соқтырады. Үшіншісі кальций және магний. Сүт өнімдері, жаңғақ, жасыл көкөністер сүйек пен буындарды нығайтады. Егер табиғи тағамдардан жеткілікті мөлшерде алу қиын болса, дәрігердің кеңесімен глюкозамин, хондроитин қоспаларын қолдануға болады. Қорыта айтқан кезде адамның буынының сау болуы үшін және осындай аурулардың пайда болмасы үшін біз ағзаны міндетті түрде микро және макро элементтермен, сондай-ақ біздің ағзамызға қажетті гиалурон қышқылы, глюкозамин, хондроитин сульфат сияқты сүйектің кірпіштері деп аталады, осындай өнімдермен қамтамасыз етіп отыруымыз керек. Бірақ бұл өнімдерді біз ағзаға түсіру өте қиын. Ол үшін сіз жаңағы айтып өтті ғой, табиғи хондроитин ол суда өмір сүретін краб, лобстер, шаяндарда болады деп. Олар табиғи түрде осы өнімнені хондроитин сульфатты бізге дайындап шығарып береді. Өз кезегімде мен сіздерге осы алоэ өнімдерінің ішінде құрамында хондроитин, глюкозамин сульфаты қосылған мына алоэ сокты ұсынғым келіп отыр. Бұл алоэ сокты біз 5 жылдан бері тұтынып келеміз. Осы аралықтарда анамда болған біраз проблемаларды және өзімнің қолым сынған кезде осы өнімді 1 ай бойы ішу арқылы қолдың яғни сынған сүйектердің тез бітіп кетуіне әсер етті. Онымен қатар қосында кальций, омеганы бірге тұтындым. Осындай нәрселерді айта беретін болсақ, бұл өнімдердің пайдасы әрине адам ағзасы үшін өте маңызды. Бұл соктың құрамында 89% алоэ, күкірт, хондроитин, глюкозамин сульфат және С витамині қосылған. Бұл өнімдер біздің сүйегіміздің және буындарымыздың дұрыс жұмыс жасауына өте қажетті микроэлементтерді өндіруге ағзаға көмектесіп отырады. Сонымен қатар бұл сок 1 литр болады. Күніне 2 мезгіл, 3 мезгіл ішілуге рұқсат. Яғни бұл сок сізге 2 аптаға жетеді.